Қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен блини рецептісімен бөліскім келіп отыр. Осындай әдемі болып шығады видеодағыдай, және балаларыңыз сүйіп жейді. Егер видеом ұнаса, маған лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Блини жасау үшін бізге алдымен керегі жұмыртқа, сүт, ұн, сұйық май болса болғаны. Ең алдымен жұмыртқаны үстіне шекерді салып, шекер ерігенше жақсылап араластырып аласыздар. Одан соң үстіне сұйық майды құйып араластырамыз. Сосын жай-жайдан ұнды салып отыратын боламыз. Қоймалжың күйге енгеннен кейін барып, аз-аздан сүтті құйып, егер қатты қою болып жатса, ішіне кішкене су құйсаңыздар болады. Қою болған сайын блинлиіңіз қалыңдау болып пісетін болады. Ал егер сұйық қысаңыз, нәзік, жұп-жұқа әдемі болып піседі. Мен сұйықтау етіп дайындадым видеодағыдай. Табамызды майлап, үстіне тестамызды салып, видеодағыдай етіп пісіреміз. Менімен болғандарыңызға рахмет.